Руслан Берденов, Шымкенттің әкімінің орынбасары. Бұл жерде нақты ешқандай саясатқа қатысы жоқ. Бұны ешқандай казиноның жаңағы иелерін өшіретіндей ештеңе жасаған не жоқ ешқандай. Себебі ешқандай оларға қатысы жұмыс жасаған жоқ. Кішкене заңды өзгертті, жаңағы Бақытжан Базарбек айтқандай, қалай жасап жатыр, тонап жатыр балаларымызды, қалай халқымызды лудоманға айналдырып жатыр, сол жүріп жатыр. Жеңіл-желпі өзгертті, болды. Себебі Бақытжан Базарбек ашық айтты, біздің қолымыздан келмейді. Неге келмейді? Себебі орыс әлемі. Мынаған жаңағы шабуыл жасаған жігіт көрініп тұр. Егер бұны өлтірем десе біреу, онда киллерлер басқаша жасайды. Киллер келіп жаңағы патронмен ататын оқпен 3 рет атып, аяғына көздемейді. Келеді де бірақ атады да болды. Айдос Садыковты көрдіңіз ғой. Анау шетелде тұрған адамды барды да бір атты өлтіріп тастады. Сондықтан бұл жерде алданып, бұлар қазір әрине әрекет жасайды. Бұны ақтау, бұл биліктің имиджіне соққы. Мына сұмырайға осындай шабуыл жасатып атқанын